Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бірінші сыныптағы информатика сабағына қош келдіңіздер. Балалар, сендер суретте не көріп тұрсыңдар? Сол туралы маған айтып берсеңіздер. Жарайсыңдар балалар, мұнда интернет туралы суреттер беріліп тұр. Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы интернет желісінде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік. Бүгінгі сабақтың мақсаты желідегі барлық ақпарат сенімді және пайдалы емес екендігін түсіну. Ғаламтор желісіндегі қажетсіз байланысты қауіпін түсіну және желіде ақпарат алмасу жолдарын түсіну. Балалар, біз бүгін сіздермен бірге интернет дегеніміз не, ақпарат дегеніміз не, браузер дегеніміз не, интернеттегі қауіпсіздік дегеніміз не, неден сақтану қажет дегенмен танысамыз. Сонымен балалар, интернет дегеніміз не? Интернет ақпараты сақтайтын және тарататын бүкіл әлемдік желі. Ақпарат қоршаған ортадағы түрлі мәліметтер мен құбылыстар. Браузер балалар бізді интернетпен байланыстыратын программа. Ал енді балалар, егер үш негізгі ережелер сақталған болса, интернетті пайдалану қауіпсіз деп есептеуге болады. Енді бірінші ереже: компьютерді сақта, интернетте өзіңді сақта және ережелерді сақта. Компьютерді сақта ережесі: вирусқа қарсы программаны пайдаланамыз және маңызды файлдарды сақтық көшірмесін жасаймыз. Үшінші, ақпаратты жүктеген кезде абай боламыз балалар. Енді интернетте өзімізді сақтайық. Бірінші ереже: жеке ақпарат ашу кезінде абай боламыз балалар. Екінші, сіз кіммен сөйлескеніңіз туралы ойланамыз. Үшінші, интернетте барлық ақпаратты сенімді емес екендігін және барлық пайдаланушылардың ашық болмайтынын ұмытпаймыз әрқашан балалар. Және де балалар, ережелерді сақтайық. Бірінші ереже: заң балалар интернетте де орындалу керек. Екінші, интернетте жұмыс істегенде өзіңізге секілді қалғандарға да қамқорлық жасауды ұмытпаймыз балалар. Ал енді балалар, біз сендермен бірге дұрыс немесе бұрыс ойын ойнайық. Балалар, экранға қарап, қайсы бұрыс, қайсы дұрыс екенін анықтаңыздар. Бірінші, интернеттің көмегімен белгілі тұлғалар туралы ақпарат таба аламыз. Екінші, интернет балаларға қауіп төндірмейді. Және де үшінші, егер 1 миллион теңге жеңімпаз деген хабар алсам, мен ұтысты ала аламын. Және де төртінші, файлы жүктеген кезде вирустық компьютерге жүктей аламын. Балалар, ойланамыз. Ал енді жауаптарды тексереміз. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындадық. Бірінші тапсырмаға көшейік. Балалар, мұнда сендерде сұрақтар беріліп тұр. Осы сұрақтарға бірге жауап берейік. Мұқият болыңыздар. Бірінші сұрақ: интернет желісінде жұмыс жасаған кезде қандай ақпаратты жарияламау керек? Ойланамыз балалар. Екінші сұрақ: әлеуметтік желіде бір бейтаныс адам сізді аулауға кездесуге шақырады. Осындай жағдайда не істеу керек? Және де үшінші сұрақ: интернетте балалар қанша уақыт отыра алады? Жарайсыңдар балалар, ал енді тапсырманы тексерейік. Жеке мәліметтер, мекен-жай, тегі, аты-жөні, телефон нөмірі және басқаны біз бермейміз, Келесі, бейтаныс адам жазған хабарлама туралы ата-анасына хабар етеміз. Және де кездесуге өзіміз бармаймыз. Ата-ананы ертіп бару қажет. Және де үшінші сұрақтың жауабы 15-20 минуттан артық емес. Балалар, жарайсыңдар, ал енді сендермен бірге рефлексияны өткізіп жіберейік. Бүгінгі сабақ сендерге өте жақсы ұнаса, маған бары түсінікті деген көңілді күншуақты таңдаймыз. Ал егер сабақтың күш салым керек деген ойда болсаңыздар, ондай екінші күншуағын таңдаймыз. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақ соңына жетті. Қош сау болыңыздар.